Қас ақыретте сенің қорғаушың дейді. Бұл қаншалықты рас? Бүгінде қасын қылдай етіп қоятындар да бар. Татуаж деген пайда болды. Жалпы әйел адамға қас жұлуға бола ма? Дәрігерлердің айтуы бойынша қастың әр талы ми жасушасымен тығыз байланысты, ал оның әрбірін жұлғанда ми клеткасының біреуі өледі екен. Қас адам денесінде ең алғаш пайда болар түк деседі. Сондай-ақ ғалымдар оның бас ауруына әкеп соқтыратын зиянды тұсын да атап көрсеткен. Профессор Ювес Маскердің эмбриология кітабында іштегі шарананың ең алғашқы түктері дамудың 4-ші кезеңінде пайда болады. Және ең алғаш болып қас өсіп шығады делінген. Бір қызығы, ғылыммен дәлелденген қас жұлудың бас ауруын алып келетінін осыдан 1400 жыл бұрын пайғамбарымыз айтып кеткен екен. Оның бір хадисінде кімде-кім бетін майлағысы келсе қасынан бастасын, ол бас ауруының алдын алады. Қас адам денесіндегі ең бірінші болып өсетін түк дейді. Шариғат бойынша қас кірпік жұлуға болмайды, себебі сырт көзге әдемі көріну үшін қас жұлу дұрыс емес. Алла елшісі өзінің бір хадисінде жасанды шаш кигендер мен кигізгендер және қастарын жұлғандар мен жұлғызғандар, сондай-ақ денеге сурет салғандар мен салғызғандар Алланың лағынетіне душар болады деген. Десе де хадистегі қас жұлмаңдар деген сөз қасты түгелмен жұлуды айтады. Ал түгелмен жұлмай тек қастың жан-жағын реттеуге рұқсат. Өйткені бұл да әйелдер үшін әшекейленудің бір түрі дейтін ғалымдар да жоқ емес. 14 ғасырда өмір сүрген Шафии мазхабының беделді ғұламасы Мұхаммед ибн Шихабуддин Ахмад ар-Рамли өзінің Нихаятул Мұхтажат кітабында ат-танмис дегеніміз әдемілену үшін беттегі түк пен қасты алу. Егер әйелге киюі рұқсат етсе, оның бұл әрекеті күнә емес. Өйткені мақсат кию үшін әдемілену деген уәжді алға тартады. Қазір қас жұлмаса түрім ұсқынсыз көрінеді деушілер аз емес. Әр жылы шыққан модамен қасын қарлығаштың құйрығындай етіп қоятындар да бар. Әлгінде айтқандай қас жұлудың салдары бас ауруын әкеп соқтыратынын білдік. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейді ағайын. Ақпарат ұнаса лайк басыңыз, каналға жазылыңыз.